Павлодардың темір жол бекеті арқылы тәулігіне 20-ға жуық пойыз қатынайды. Бұл кезінде Ақмола Құлынды бағытының бастауы болған, тарихы тереңде жатқан темір жол торабы. Осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын Ертіс өңірінде алғашқы темір жол тармағы омбыдан тартылған екен. Бір кездері тұйық станция болған Павлодар бекеті содан бері күніне ондаған жүк көлігі мен жолаушылар құрамы өтетін ірі транзиттік темір жол станциясына айналған. Ал қайта түлеген Қазақстан темір жолына биыл 25 жыл толып отыр. Темір жолшы Ксения Кузнецованың еңбек өтілі 20 жылға жуықтайды. Әріптесі Дархан Жайлаубаевпен бірге пойыздардың қозғалысына жауапты. Ал Павлодар станциясы бүгінде Қазақстанның солтүстігіндегі ең ірі сұрыптау орталығы саналады. Барлық қозғалысты қадағалап, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Сондықтан бұл жерде жұмысқа көңілім болмай тұр деген бізде енді барынша болмайды. Павлодар тармағы 4 бекетті біріктірген бірегей тізбек болып табылады. Мұндай ірі жүйені басқару оңай емес. Тек сұрыптау дөңесінде бір тәулікте 2000-нан астам вагондар мен цистерналар ажыратылады. Станислав Тимошенко темір жолшылар әулетінен ол осы ажыратылған құрамды қайта жинақтаумен айналысады. Бес аспап маман болу үшін бәрін төменнен бастау керек деп ойлаймын. Сонда ғана жұмыстың қыр-сырын терең түсінуге болады. Қызмет барысында анасы ұлына жұмысшылардың бірі ретінде қарайды. Ал қолға алт еткенде жұбайымен жұмыс барысын талқылайды. Ол да темір жолшы. Бұл отбасының еңбек жолы темір жол саласымен тікелей байланысты. Мне повезло. Мен көптеген станцияларда еңбек еттім. Қайда жүрсем де жақсы адамдар кезігеді. Темір жол менің өмірім. Саналы ғұмырымның басым бөлігі темір жолда өтіп жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын Павлодардың темір жол саласы бірден 3 мерейтойды атап өтті. Сол кезде темір жол вокзалында көне паровоз пайда болды. Биыл да айтулы мереке. Темір жолшылар кәсіподағына 30 жыл толып отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, қорытынды жаңалықтар.